Кеттік. Так, сонымен Ақмарал, жасыңыз нешеде? Жасым толық 32-де. Так, 32-де. Қандай мәселе бар қазір? Сол мен қазір в данный момент антидепрессант қабылдап жүрмін. Январьда бастадым. Январьда бастадым қабылдап. Уже міне қазір июнь болды ғой. Екі препарат берген, мен қазір уже екіншісін уже бітіруім керек та, уже қабылдап болуым керек. Жақсы болып жүрмін, бірақ уже 5-6 күн болды, қайтадан бар тревога немножко. Так, енді қараңыз. Осы тревога, негізі осы тревогадан басталған проблема, иә? Бұл қашан басталды жалпы? Тревожное состояние. Бұл менде неде, так, октябрьдің 25-і, мен точно осы датаны білемін да, уже запомнил. Октябрьдің 25-і басталған. Неден? Қандай ситуация? Жалпы ағай, менде былай болды ғой. Мен 25-ші жылы, майдың 25-і күні қиярға қақалам ғой. Сөйлеп отырып, менде мына жағында қияр тұрып қалады. Огурцы, иә? Огурец. Аламда осындай огурец тұрады да былай. Тұрып қалады ғой өңешімде ше, дыхалкамда. Қазір. Сөйтіп, содан кейін өле жаздаймын ғой. Ужин ішіп отырып, тұрып қалады. Уже жолдасым отыр, қайын сіңілім отыр. Мен уже болды. Соңғы демім қалды, мен уже өліп бара жатырмын, болды деп кеттім ғой. Уже неше түрлі қиялға беріліп, потому что уже дем жоқ қой. Какой-то бір доля секунд анау деген тұрып қалды да, арқымнан қағып жатыр жолдасым, қағып жатыр. Не ар емес, не бер емес шықпайды ғой анау ше. Содан кейін бір кезде анау шығады да, бірақ ары қарай кетеді, то есть. Әрең кетеді осылай тура. Әрең қиналып өтеді да, сосын мен демала бастаймын. Тыныс ала бастаймын да жалпы. Оның арасында скорый шақырады, үйдегілер, короче, уже біттім, өлдім дедім ғой. Потому что уже дем жоқ та, уже дем жоқ, қиналып жатырмын. Бір кезде кетеді да, и потом бірақ анау жер травма алып қалады ғой, өңешім ше. Иә. Жылаймын, шок алып қаламын. Қатты шок алдым сол кезде. Уже денем дірілдейді, уже жылай бастаймын. Мен деген тірі қалдым ғой. Көрдіңдер ғой сендер, мен тірі қалдым. Бұл бір мұғжиза болды ғой мен үшін деп ше. Қалай мен тірі қалып қалдым, значит, мен тұз дәмім әлі бітпепті ғой деп сөйтіп өз-өзіме сенбей, бала шағамды көрем құшақтап жылаймын ғой, мен тірі қалдым деп. Үйдегілерге звондаймын, әке-шешеме звондаймын, мама мен осылай Құдай сақтап қалды, мен деген тірі қалдым деп уже басталады менде. Бірақ мына жағым кәдімгідей травма алады. Ертесін мен барам, врачтарға жүгірем. Менде ана қиярдың орны уже қияр қайда кетеді деймін ғой, уже қайда кетті ол, сонша дәу қияр қайда кетті. Ол до сих пор мына жақта тұрма, қайда кетеді ол, қайда жоқ болып кетеді деп солмен басталады менде. Жылай берем, мен тірі қалдым деп. Содан кейін уже ертесін ойлай бастаймын ғой. Менде уже кеше мен қиялға қақалдым, значит мен өлдім уже. Бүгін менің уже жаназам болып жататын еді осы кезде. Әке-шешем отырушы еді, жылап деп уже кетем ғой ойлап неше түрлі. Содан? Врачтарға барам. Мына жағым кәдімгідей 2-3 айдай не қылады ғой. Орны травма алып қалады. Оны мен шөптік дәрілермен гастроэнтерологқа барып, ФГДС түсіріп, неше түрлі нелер түсіріп емделем. ФГДС не көрсетті? Рана бар ма екен? ФГДС-та ештеңе жоқ деді, ештеңе жоқ, бәрі жақсы деді. Бірақ емдік, шөптік травяной нелерді, дәрілерді алып, сөйтіп емделем да. Мен андай тамыр ұстайтын қайнаған бар да, сол кісі айтады, мына жақта кішкене қызару бар дейді. Соны кетіретін мен шөптік дәрі іштім. Жақсы, содан? Жақсы болдым, иә. Бірақ уже ары қарай Алакөлге бардым июльда да. Мысалы, майда қақалдым, июльда Алакөлге барсам, уже менде как-то тревога пайда болды сол кезде.
Неден, неге пайда Тыныс болды? алуым дұрыс болмады. А, Тревога не екенін ол кезде білмеймін, бірақ уже дыханием не то болды. мгм. Потом келдік Алакөлден, демалып келдік, балалар оқуға кетті сентябрьде да. Потом уже октябрьде мен тұмау болып ауырам да. И как раз сол кезде соңғы системамды жолдасым салып жатқан ғой. И мен сол кезде уже панический атака ұстайды ғой, резко. Мгм. Октябрьдің 25-і менде кәдімгідей өліп Симптом- қалатындай жағдай болып, қайтадан аяқ қолым дірілдеп, дем жетпей, қысылып, бір андай давлениям ұстаса, давлениям төмен түсіп кеткен. Мгм. Скорый шақырыңдар, мен өліп бара жатырмын, мен уже болды, өлем деген андай бір қорқыныш келді ғой. Мгм. Әлсіреп, сонымен скорый шақырдым. Успокоительный берді. Сосын олар кетіп қалды. Мгм. Так, содан кейін? Содан кейін уже басталды ғой. М, Неше түрлі ойлар, маған не болды, мен неге бұлай ауырып қалдым резко. Невропатологтарға бардым. Маған айтты, сізде протрузия бар, мүмкін содан шығар деді. Қарасам одан емес, уже денем дірілдей бастады, көзім көрмей бастады. Ойланып жылай берем, өліп қалатындай болып, қайта бірдеңе болып қалатындай болып ше. Маған мен уже мышлением уже басқаша болып кетті. Мгм. Неше түрлі симптомдар көтерілді, жүрегім тарсылдап, қорқу, жылау, андай бір кездері болды, андай паника ұстады да, сол кезде мен сөйлей алмай қалдым деп жыладым, өзімнен өзім қорқып. Мгм. Үйде жалғыз қалудан қорықтым, көшеге жалғыз қалудан қорықтым, дереализация, деперсонализация бәрі болды менде. Оны кім айтты? Жылай беремін. Дереализация, деперсонализацияны кім айтты? Потому что менде былай ғой, көзім көрмейді да, и мен басқа бір әлемге кетіп қаламын ғой. Басқа бір әлемге кетіп қаламын да. Оны жаңа психиатр айтты ма, не кім айтты? Психотерапевт айтты ма? Мен өзім психотерапевтке, психиатрға сөйтіп түсіндірдім. Ол терминді қаяқтан алдыңыз деп отқан ғой, или интернеттен қарап? Мен бәрін ақтардым ғой. Бәрін ақтардым. Зерттеймін. Мен не болып жатыр? Маған білесіз бе, мен даже дем салдыртуға бірнеше жерге қариларға бардым, молдаларға бардым, психологпен де сөйлестім, кездесіп. Қанша психологқа бардыңыз? Маған жын кірді, ой саған көз тиді деп те айтты. Невропатологтың, мықты невропатологтарға 4-5 жерге бардым, МРТ түсірдім. Мен бармаған жерім қалмады. Психологтар Сізде барлық нелеріңіз жақсы, тек не деді ғой, психиатрға бару керек сізге деп. Психологқа жіберді. Психологты мен тыңдайтындай шамам болмады, өйткені мен даже көрмей қалдым. Көзіммен кәдімгідей анық көрмеймін. Тұманда басында ойым, короче, неше түрлі симптом болды ғой. Мен қазір еске салсам, менің тревогам қайтадан көтеріліп кетеді. Иә, дұрыс айтасыз. Ол жағда болмайды. Бірақ енді жаман ком в горле, дем жетпейді, жүрек тарсылдайды, алақанынан тер шығады, қол ұю, тоғы жүрек тұсым шаншиды. Ойбай, мен жүрегімде бір ақау бар екен деп, неге мына жақ жүрегім шаншиды, арқам шаншиды. Сосын мына жағым қызып кетеді, от болып, как будто лейкопластырь андай бар ғой, перцовый, соны жабыстырып қойғандай болады ғой. Аппетит жоқ, дірілдеймін, жылаймын, скорый шақыра беремін, со мной что-то не то деп ше. Пустырник береді маған, валидол береді, валерьянка, бәрін іштім ғой. Ең соңында уже мен айттым да, мен Каблуковаға барып жатам, или мен жынды болып қаламын скоро, бүйтіп не қылсам, мен өзімді потеряю деп үйдегілерге жылаймын ғой, маған көмектесіңдер, мен емдетіңдер, мен жынды болып қалсам кімге керекпін деп ше, сондай неше түрлі. Енді қараңыз, бас айналу, басым айналады ғой. Иә, ол енді оны психиатрға бардыңыз да, жаңа психотерапевт па, назначение берді, сол назначение ішкеннен кейін, то есть енді бұл действительно крайний случай, да, иә, адамды аман алып қалуға жақсы нәрсе да. Енді смотрите, ол берді, қазір ішіп бітіріп жатсыз, енді қандай рекомендация беріп жатыр ол ары қарай? Психиатр ма?
Ол кісіге звондадым мен, что-то 5-6 күннен бері что-то у меня опять не то дедім да, андай мысли приходят, андай қайттан тревога бар дедім. Сөйтіп айттым, немножко голова кружится деп сөйттім. Сосын ол айтты, ты сдай, еще шашым түсіп жатыр да, кәдімгідей шашым жұқарып кетті. Сосын мен айттым, ол кісі айтады, общий анализ крови тапсыр дейді. И потом пролактан гормон, соны тапсыр деді да. Мен әлі тапсырмадым, осы скоро тапсыруым керекпін. Уақытым болмай жатыр. Соны тапсырып, маған екеуміз сөйлесеміз деді. Может, я тебе заменяю препарат деді. Суммасын айтты, ол препарат осыншалық тұрады, ала аласың ба деді. Мен айттым, ала аламын дедім. Бірақ мен енді ойлап тұрмын, ол кісімен сөйлесем, мен таблетка ішпеймін, таблетканы тоқтатып терапия алайын деп не қылғанмын ғой. Сөйтіп ойлағанмын ғой. Содан кейін сізді кездестірдім. Ол кісімен сөйлескеннен кейін сізді кездестірдім да кеше, өткенде тиктокта. Так, хорошо. Жақсы. Енді қараңыздар, қазір психотерапевтпен өзі ол анализ тапсырып, өзінің несін беру керек, соответствующий несін, рекомендациясын. Егер күй нашар болып баратса, оны параллельно жасау керек болады. То есть ол не отрицает. Но бірақ оның определенный дозалары бар, бірте төмен түсіретін дозасына келтіру керек та. Себебі мысалы бір дозада жүріп, мысалы сен уже осыдан кейін біткеннен кейін уже үлкен доза или басқа препаратты ауыстыра бастайды. То есть ол естественно, потому что адамның организмі бір препаратқа үйреніп қалады да. Ал ендігі мәселе, сіз қазір параллельно жүргіңіз керек да, для того, чтобы, допустим, жаңағы егер крайний случай, пока таблетканы надо удержать, сіздің состояниеңіз. Егер таза психологияға уже состояние жеткен кезде ғана ары қарай таза психологиямен емдеуге болады. Менде былай ғой, қазір мынандай болып тұр да, бір күн симптом болады, бір кезде бір күн тұрсам жақсы болып жүремін, бір күн былай да, әр кезде әртүрлі. Мен бірақ қорықпаймын қазір, мен баста қорықтым, бұл не ауру, өліп қалатын шығар, мен қазір ондай ойдан арылдым, мен өлмейді екенмін, мен тірі қалады екенмін. Көп адам басында түсінбейді. Любой кезде, баста түсінбейсің шынымен де. Мен қазір уже өлмейді екен, тірі қалады екен, тревога келеді екен, бұның бәрі сол тревогадан екен, өлмеймін жарайды, тірі қаламын, бірақ уже бұлдан мен шығу керекпін ғой, мен қашанғы жүре берем да, мысалы, менде бір әрекет болу керек деген тұжырымға келдім да, мысалы, мен осы состояниеден бұл любой заттың емі болатын шығар деймін да, мысалы. Осыдан тревогадан, тревожно-депрессивный состояниедан шығу керекпін жалпы. Білем, одан тез шықпайды адам, но бірте шығады ғой енді, То есть оның шығу жолы жұмыс жасау керек. Потому что маған ешкім көмектеспейді, мысалы, мен ешкім түсінбейді, мен бәріне жалып айтқанмен, жертва болғанмен маған ешкім көмектеспейді да, шынымен десе, мысалы, үйдегілеріме де айтып, уже бәрі мез болып кетті ғой. Олар енді маман емес қой енді, поэтому олар жаңағы сіздің күйіңізді, сіз мысалы, сіз өзіңізге де кеп біреу айтса, өзіңіз ауырмай тұрғанда болмайтын нәрсені айтпашы дейсің ғой, мысалы, тұрың бәрі нормально. Өзің сезбеген соң ол солай болады. Как психолог ретінде, маман ретінде ондай нәрсенің бар екенін білеміз, және онымен жұмыс істеп отқаннан кейін ондай нәрселердің әсер ететінін білеміз. Сондықтан ондай ситуациялар болады. И және менде бір рет паническая атака болған, определенно неде коммерческий, то есть имеется в виду предпринимательской деятельностьпен айналысқан бұрын 10 жылдай. Сол кезде сондай переживаниялардан кенеттен басылып кетеді, түсінбейсің, короче. Жаңа аяғың астынан жер кетіп баратқан сияқты. Мен ол кезде сол түсінбедім, мен өзі психолог емеспін. Мен 7 жыл болды осы психологиямен айналысып жатқаныма да. Но мен оны кейін түсіндім да, точнее жаңағы денеңдегі ауру, ненің барлығы ол психологиямен және энергетикамен байланысты екен. Точнее сол бойынша жұмыс істегеннен кейін сөйтіп мәселе өзіңдікінде. Мысалы, ағай, ол қан аздықтан, ферритиннен төмен болғаннан оған байланысты емес пе сонда? Жоқ, қараңыз, олар салдары. Смотрите, сіз тревожность етіп жүрсіз, соған байланысты жаңағы организмде истощение пайда болады. Сөйтті жаңағы ферритин, анамлардың бәрі түсе бастайды.
түсініп тұрсыз ба? И белгілі бір моментте жаңағы панический атака пайда болды, ол уже адреналин ұрады да неде. Иә. И ол енді механизм бәрін оқыған шығарсыз. И в итоге Оқыдым жаңағы, уже. ол елдің бәрі менен мықты біледі. То есть ауырғандар. Бақсы неге айналуы, арқаның қызуы, соның бәрі, кортизол, мысалы, адреналин, жаңағы оның бәрін уже білемін, иә. То есть сіз одан адам өлмейтінін де білемін да, мысалы. өлмейді, бірақ иссушаться етіледі. То есть бірте-бірте иммунитет кете береді, сосын барып уже жаңағы сіз дәрі іше бастағаннан кейін определенный почкалар нелер кете бастайды, органдар кете бастайды. Сосын в итоге жаңағы белгілі бір определенный аурулар алып келеді. Мысалы айталық жаңағы ЖКТ кетеді, одан барып жаңағы ұйқы безінің бірдеңе проблемасы басталады деген сияқты мәселе да. Но сразу өлмейді адам, сразу одан ештеңе болмайды. Оны сіз біліп алдыңыз. Енді сұрақ мынандай, жұмыс істейсіз бе жалпы? Үйдесіз ба? Мен жұмыс істемеймін, үйдемін. Үйдесіз, иә? Балалармен ба? Балалармен, иә. Қанша балаңыз бар? 3 ұлым бар. Үлкені 13-те, кішісі 5-ке толады сентябрьде. 5-ке, хорошо. Смотрите, енді қараңыздар. Енді мынандай қызық нәрсе. Сіз қазір енді өзіңіз уже мынаның бәрін зерттеп, енді шешім қабылдап келесіз, мен мынадан шығуым керек деген, түсіндірсіз бе? Иә. И оның шығу жолын іздеп жатсыздар, варианттар мынандай. Енді как психолог ретінде мынандай. Сіз қандай, допустим, или былай келтірейік да, сіз осының бәрін шештіңіз деп ойлайық да, шешсеңіз деп ойлайық. И в итоге сіз қандай күйде боласыз? То есть, түсінбедім. мысалы айталық, мен сіздің проблемаңызды түсіндім. Міне біз қаяқтан қашуымыз керектігін түсіндік та. Енді сұрақ мынандай. Сіздің ұмытылып бара жатқан жағыңыз, сол кезде сіз күйіңіз қандай болады? Мысалы мен былай айтайын да, мысалға. Сіз ұстамай жатыр, аха. Иә, сіз менімен жұмыс істейсіз бе, басқа бір жұмыс істейсіз бе, в общем, жұмыс істеп, осы мәселені шештіңіз дейік. Белгілі бір уақыттан кейін да, оны жүйелі түрде жұмыс керек қой. Сөйттіңіздер жаңағы екеуміз бір жылдан кейін кездесіп отырмыз. Ақмарал айтып жатырмын да. Біз қазір бір жылдан кейін кездесіп отырмыз деп ойласақ, Ақмарал айтып отырмын, қалай? Сіз енді өзіңіздің неңізбен бөлісіп жатсыз. Мен осындай нәрседен құтылдым, қазір мен осындай состояниедамын депші. Ол соны қазір бір жылдан кейінгі қазіргі сөзбен айтып беріңізші. Бүгін мен таңертең тұрдым, ол состояниеңіз қалай болды? Бәрі шешілген кезде. Жазылғаннан кейін ба? Иә, жазылдыңыз деп келісейік та, жазылдыңыз. Ол жазылғаннан кейін біз бір жылдан кейін кездесіп отырмыз. Сіз өзіңіздің неңізбен бөлісіп отырсыз, нәтижеңізбен да. Таңертең тұрдыңыз, қандай күй болады, қандай состояние, қандай ощущение? Ол кезде, я думаю, то, что это жақсы жаққа өзгеру. Например, не сезесіз? Көңіл күй, бақытты сезіну. Стоп. Әрбір мелочь. Тұрдыңыз, біз таңертеңнен бастайық та, бірақ мәселе бірінші. Тұрдыңыз, и прям сезім. Не сезінесіз? Ол бәрі шешілген кезде. Прям осыны сезініңізші. Шүкіршілік. Денеде қалай сезіледі шүкіршілік? Енді ол кезде симптомдар мазаламайды да. Симптомдарды қойса, біз енді мына симптомдарға қараймыз. Жаңағы шүкіршілік, нелі, соның симптомдары қалай байқалады денеде? Талпыныс, мысалы, уже өмірге дегендай басқаша көзқараспен қараймыз ғой. Онда былай жасақ, давайте, кішкене сөздің несін. Вот, допустим, сізге ауырмай тұрып, сіз нормаль жүрдіңіз, Или ондай жоқ па? Нормаль жүрдіңіз ғой? Былтыр, допустим. Ауырмай тұрып, кәдімгі Ақмарал. Таңертең тұрдыңыз, сол кезде қандай состояние ол жерде? Бақытты, кәдімгі күшті прям. Күшті прям, да? Сол нәрсені сіз қазір қалайсыз, правильно? Иә. Тыныштық қалаймын да. Тыныштық, Өзімен күресті қаламаймын. То есть біз қазір просто нені ассоциацияларды вызывать етейік та, потому что біз қаяққа баратынымызды біліп алуымыз керек та. Қаяқтан қашатынын түсініп алдық, қаяқтан қашатынын түсініп алдық. Вопрос қаяққа барамыз да. Сонда таңертең тұрған кезде жаңағындай шүкіршілік, жаңағы энергия жақсы, сосын тағы қандай жаныңызда кім бар? Автомат кете береді ғой дальше. Мысалы, өзі ештеңе мазаламайтын деп ойлаймын. Автомат кете береді, тамақ, завтрак ішесің, нетесің, бүйтесің. Стоп. Асықпаңыз. Біз
Тамақ іштіңіз, қандай тамақ ішіп жатырсыз и как чувствуется в теле? Біздің тревожный состояниенің көп проблемасы біз миға кетіп қалғанбыз да, денеге түсе алмай жатырмыз да, потому что ойға бүйтіп жабысып қалғанбыз, ана тоққа жабысып қалған адам сияқты дірілдеп деп тұрады ғой. Иә. Ажырай алмаймыз, Иә, иә. анадан ажырай алмаймыз да, получается. Мен сізге айтып отырмын, стоп, ойды не қылайық, сіз тамақ дайындап жатырсыз, сізде тревожный состояние жоқ, уже бұның барлығы артта қалды. И қандай тамақ дайындап жатырсыз? Жаңағы балалармен қалай сөйлеп жатырсыз? Каша дайындаймын. Балаларды отырғызам, завтрактарын берем, неше түрлі. Жоқ, берем демейсіз. Смотрите, мен айтып отқаным кез, бердім деп сөйлейсіз. Біз бердім. Мен айтып отырмын. Сіз бір жылдан кейін екеуміз кездестік, сіз бүгінгі бір күндік әңгімеңізді айтып жатсыз да. Завтрактарын бердім. Өзіңіз қандай тамақ іштіңіз? Өзіңіз қандай тамақ іштіңіз? Қалай сіңімді болды? Күшті тәбетпен тамақ жеп алдым. Одан кейін үй шаруасы, сол үйлерімді жинадым. Құлаққа наушник тағып алып жинаймын обычно. Сосын уже үйлерім жинастық, мысалы қалаға болса қалаға кеттім, болмаса үйде отырдым. Қалаға бардыңыз бүгін, бардыңыз. Қалаға бардым, иә. Сосын қалада кішкене жүріп, шопинг жасадым. Қандай күйде, не алдыңыз? Не алған кезде сіз қуанасыз? Қараңыз просто. Мен орамал алсам, қуанамын. Орамал алдыңыз, тамаша, өзіңізге киіп көрдіңіз. Орамал алдым. Вот ощущениені айтыңызшы. Ощущениені айтыңыз, киіп көрген кездегі ощущениені айтыңызшы. Сіз мысалы мықты сипаттайсыз нені? Жүрегім қатты тарсылдайды, ана мынау, короче, басыма ұрады. Мен айтып отырмын, давай мынаны сипаттап көрейікші. Иә. Сипаттаңызшы, орамал алдыңыз. Орамал тақтым, өзіме жарасатын түсті алдым, күшті қуаныш өзіме сыйладым. Қуаныш қалай сезіледі денеңізде? Қуаныш, ол кезде мысалы жаңа зат алсаң, осыны бір жерге киіп барам деп аласың ғой, мысалы. Сондай қуаныш қой, жалпы. Әйел адам бір нәрсе алса қуанады ғой, жалпы ол енді. Түсіндіріп айта алмайтын шығар енді ол қуанышты. Бірақ көңіл күйге әсер етеді ғой. Жаңа бір нәрсе алсаң, көңіл күйге әсер етеді. Я не спорю. Мне нужно, маған не керек? Сіздің описанияңыз керек. Описание в теле. Как это происходит? Энергия пайда болады. Так, вот это почувствуйте. Вот прям алып тұрсыз. Иә, так, жаңа орамал алдым. Қуаныш келді, энергия пайда болды. Кеуде қалай, аяқ қолын қалай, вот прям сезінесіз, осыны сипаттаңызшы. Көйлек орамал алдым, жарасты. Қуаныш келді, энергия келді. Вот энергияны просто почувствуйте. Ішімнен сезіп отырмын да, сол состоянияға кіріп ше. Тамаша. Бірақ сізге оны жеткізе алмай жатыр. Тамаша? Иә, нормально. Просто сезініңіз да? Сезіп тұрмын, иә. Сезініп тұрмын бірақ. То есть, көрдіңіз бе, біздің проблемамыз, бірінші мәселе, яғни біз жаман нәрсені мықты описать етеміз, жақсы нәрсені описать ете алмаймыз да? Сен түсінесіз бе соны? Проблема. Иә. Бірінші логикалық проблема, блокировка. То есть, жаман нәрсені айттыңыз ба, конкретно айтып береміз. Сорпасын шығып тұрып, жаңа несін не қылып тұрып. Енді хорошо, давайте почувствуем еще раз. Алдыңыз, сосын не істедіңіз? Давайте дальше. Оны алдым, астыға түстім. Ол екінші этаждан алдым. Екінші этаждан магазиннен алдым. Қазір астыға түстім и кофемен круассаны шоколадны жеп алдым. Прям қараңыз, жеп жатырсыз. Жеп жатқанда не сезіндіңіз? Оның дәмі, жұмсақтығы, кофені іштім, прям оның хош иісі. Мен осы кофені ішіп жатырмын, маған уже бодрость сыйлап жатыр ғой. Тамаша. Содан кейін? Жедім, дәмін таттым, қарным тойды.
Мен ол жегенімнен, ішкенімнен ләззат алдым. Ләззат қалай Өзіме қалаған нәрсемді жеп отырмын, да, мысалы, ода мен ләззат алып отырмын, ол да қуаныш. Ләззат қалай чувствуется? Вот этот ләззат қалай чувствуется? Опишите. Ләззат как чувствуется, да? Мысалы, ол кезде енді ол кезде емес, сіз өтіп кеттіңіз. Мен соған ойлады ғой, мен соны істеп жатырмын да, маған ештеңе кедергі болмады. Тамаша. То есть аяқ асты басқа пландар шықпады. Мысалы ше. Қайтадан келеміз. Сол моментальный сәттің бір ләззатты болады да. Қайтадан келеміз. Ләззатты қалай сезінеміз? Ол кішкен. Ләззатты қалай сезінеміз? Енді қалай сезінеміз? Просто босатыңыз, қазір ойланбай-ақ қойыңыз, просто босатыңыз да денеңізбен сезініңіз. Қайта сол состояниеға кірейін онда. Иә, кіріңіз. Кофе ішіп отырмын, круассаны жеп отырмын. Дәмдісін ай деп. Тынчо. Миым жұмыс істеуге, ойлануға мұрша бермей отыр ғой. То есть, ол жерде осы жерде де кедергі болып отыр ма? Хорошо. Хорошо, дальше одан не істедіңіз? Так, кофе іштім, не қылдым, сосын уже ойланып жатырмын да, мен таксимен қайтайын ба, автобуспен қайтайын ба. Ақшам артығырақ болса, такси шақырам. Уже өзіме комфорт да ол. Отырып, үйге барам. Барам емес, келдім. Үйге бардым, таксиім келді, үйге бардым. Үйге барып, пакет сумкамды қойдым да, сосын намаздарымды оқыдым. Сосын бір демалып алдым, кешкі тамаққа кірістім. Тамаша. И какое ощущение? Солай бір күнім өтті да. И көрдіңіз ба, қазір қалай чувствуется в теле? Түсініп тұрсыз ба? Сұрақ. Неге осылай жасай алмай жүрмін деп ойлайсыз? Что мешает? Жасап жүрмін ғой, бірақ осы арасында тревога келеді. Хорошо, тревога жиілігі қандай қазір? Әр қалай. Бір кезде кішкене арқам ысиды, бір кезде басым айналады. Вот соңғы мысалға бір аптаның ішінде ой мазалайды да? Иә, ой мазалайды, түсініп тұрмын. Вот ой мазалайды қанша рет күніне 3-тен аз, 3-тен көп, 30-дан көп деген сияқты да? Кейде 3 болады. Кейде таңертең мазалауы мүмкін, сағат 11-лерде. Кейде түсте, кеште мазаламауы мүмкін. Бірақ енді бұрынғы ауырғаныма қарағанда намного лучше. Хорошо, енді бұрынғы ауруды енді үйтін бұрын маған тревога келген кезде мен уже паника ұстап жылайтынмын. Мен не істеймін? Қайтадан келді ғой, қайтадан тыныс ала алмай қалам ғой деп ше. Қазір маған тревога келсе мен уже жыламайын да. Мен уже ичо келдің бе? Келе бер деп күлем уже ағай ше. Кеше жолдасыма айттым да, машинамен что-то қайтадан ауырып тұрмын. Мына жағым сығылып жатыр что-то. Кеше мен де айтпақшы ПДД тест тапсырдым да мен. Кәдімгі автосонға барып ПДД тест тапсырдым. Мен де үйге келдім да, что-то тревога басталды. И мен ойладым. Менде неге тревога? Потому что мен бүгін ПДД тесттен өте алмай қалдым, сол маған триггер болды. Значит, мен содан бүгін сол маған триггер болып, тревога соны шақырды. Иә, то есть ол жаңағы неде КПТ-да, яғни психологияда разбор причин дейді да. Ол сізді істеп жатқаныңыз дұрыс. АБЦ система ма? АБЦ система. Мен оны тиктоктан көрдім да, өзімде жұмыс жасадым. Қазір мен шыны керек, тревога келеді таң маған уже андай тревога келді, мен уже не қыламын? Келдің ба?
жарайды сен мені өлтірмейсің ғой, жай енді қиналатын шығармын, бірақ кетесің ғой сен бәрібір түбінде деймін да. Сөйтіп мен өзім сөйтіп күліп қарсы аламын да, уже жыламаймын, өйткені жылағанмен пайда жоқ, маған ешкім көмектеспейді. иә. То есть енді оның жаңағы АБЦ схемасының бұл енді бір методы. То есть разбордың ол жаңағы былайша айтқанда сенің логикалық түрдегі деңгейін азайту жаңағың да, логикалық деңгейде. Бірақ енді логикалық деңгейдің онымен өте көп ұзақ жұмыс істеу керек, потом жаңағы разборды дұрыс жасау керек та. Ну, жаңағы АБЦ бірінші жаңағы причинасын табу керек, потом жаңағы несін последствиясын көру керек, потом будущее несін көру керек. Вот осыларды бөліп бөлшектеп кішкене адам жеңілдейді. Да? Әңгіме жоқ. Хорошо. Енді сұрақ. Яғни сіз біраз уже техникаларды істеп жатсыз. Жаңа паника кезінде де қандай ой келеді ғой. Ой келген кезде мен ана нені приземление ма не дейді анау. Короче, 4-5 сағатта ата, иіссез, дәм, мысалы шум, не естіп жатсың, соны жасаймын. Осындай ой келген кезде ше, чтобы ана ойдан мен шығарып алу үшін да. Тоже вариант. Сөйтіп жасаймын, бірақ андай енді қазір тахикардия, жүрек тасылдау жоқ қой. Ол Аллаға шүкір ол жоқ. Ол кезде енді не жасайтын, дыхательный практика жасайтын, андай 4×4 квадрат, солай жасайтын да, бірақ енді менде қазір жоқ қой. Аллаға шүкір ондай жүрек тасылдау басылды. Иә. Сонымен енді хорошо. Сонымен енді қайқа былай жасайық. Психологтармен жұмыс істеген кезде оған сіз, мен түсінгенімше, ол кезде қатты ауырып тұрдыңыз, психологты тыңдай алмадыңыз, Тыңдай алмадым, шыны керек. Менде энергия болмады, күш болмады, мен вообще әлсіреп қалдым ғой. Басым істемейді да, потому что ойдың бәрі кіріп кеткен ғой. И элементарно балаларыма тамақ жасап бере алмайтынмын ғой. Потому что мен миым ана жасауға жетпейтін вообще. Жарайды, онда қазір былай жасайық, Ақмарал. Қазір миыңыз, допустим, жаңағы түрлі ойларды данный момент қанша балл деп ойлайсыз? Егер қатты көп ойлайтын болса, онда 10 балл болатын болса, қазір 0 болса, жоқ болатын болса, сіздікі қанша балл? Менде бір күніге 1-2 болуы мүмкін. На данный момент қазір ештеңе жоқ, Қазір мен жақсымын. Қазір жақсы отырмын. Тамаша. Қазір ойлар жоқ. Тамаша. То есть, а так жаңағы неде среднем ол осы бірнеше ай болды сіз дәрі қабылдап жүргелі жеңіл болдыңыз, Енді жаңа дәрі адап ала бастағаннан кейін опять уже мынаяқтан да басталды да еще әңгіме. Дәрің бітіп бара жатыр, миға жабысып жатсыз қайтадан. То есть ол уже ол да тревожный состояние алып келеді. Хорошо. Андай дәрім бітіп бара жатыр, қайтадан басталама тревогалар деген ба? То есть ол да бар, ол себеп те бар. То есть сол жерде бұның бірнеше себебі болуы мүмкін да бүйтіп кеткен. Мәселе енді онда емес, қараңыз, хорошо. Мен сізді түсіндім. Енді қараңыз, біз жететін мәселені түсіндік. Енді бұл мәселеге келіп жүрген адамдардың барлығының әртүрлі состояниеде келеді. Бірақ сол мысалы айталық, көп жағдайда 2 ай мен 6 айдың ортасында кетеді. Әркімге әртүрлі кетеді. Осы нәрсемен жұмыс істеуде. Ол бірден ештеңе де болмайды. Но бірақ ең үлкен мәселе мынандай, қараңыз. Мен сізге кеше өткенде TikTok'та да айтып отырмын ғой. Оказывается, көп адамдар түсінбейді екен оның не үшін екенін. Ағай, мысалы, мен білмеймін да, менде сол қиярдан болған ситуация ма сонда? Қиярдан пайда болған самовнушениеға кетіп қалған ба уже? Так, енді қараңыз, бұның себебін қазір кішкене анықтап көрейік, и ол жерді босатып көрейік, вот насколько это возможно. То есть белгілі бір не болуы мүмкін, жаңа ситуация, которую запускает бұл нәрсені да. Но данный момент сізде қиярмен байланыстырып тұрсыз. Сіздің логикаңыз, сіздің жаңа неңіз сомен байланыстырып тұр. Но ол да себеп болуы мүмкін. Енді сол жерде біз ана не дейді? Посттравматический синдром дейді. Мысалы, сіз жаңағы сол травманы алғаннан кейін, сізде сол нәрсе қалып қалды. Ол ойда және денеде энергия түрінде қалып қалды. Соны ыдырату керек болады. Дұрыс па? И екінші мәселе, оны ыдыратқаннан кейін еще мынау сіздің әбден жаттанды мінезіңіз бар ғой. Ну, данный жаңағы мінез емес, жаңағы не реакция да. Анау келеді. Соны сіз қазір логикалық түрде жоғалтып жатсыз, бірақ оның түпкі себебі алынған жоқ та, түсініп тұрсыз ба?
вот сол себепті алу керек болады. Ол себеп енді әркімде әртүрлі, ол тек қана бір ақ себеп емес қой. Смотрите, сіз жасыңыз қанша дедіңіз? 32-де. 32-де дедіңіз, иә? Сағыз 32-де пайда болғанына шамамен бір жылдың көлемі болып қалды. Бір жылдың көлемі болып қалды. И соңғы жаңағы декабрьде январға дейін қатты болып кетті, декабрь январда, мен түсінігім бойынша. Жаңа нені декабрьдің октябрьдің 25-нен басталды дедіңіз ғой бір. Иә, декабрь, январь менің өте қиналған айларым. Хорошо. Енді қараңыз, қазір былай жасайық, уақытымыз бізде 10-15 минут уақыт бар, давай былай жасайықшы. Қазір былай жасайық. Денедегі кішкене нені босатып, жаңағы ненің образын көрейік. Просто сіздің неңіз, логикаңыз оны қабылдай ала ма, алмай ма, соны тестировать етейік. Қазір просто еркін отырыңыз, жаныңызда адам ешкім жоқ па? Еркін отырыңыз. Көзіңізді жұмыңыз, просто көзіңізді жұмыңыз. Менің даусым жақсы естіліп тұр ма? Иә. Босатыңыз денеңіздің бәрін. Терең бір дем алыңыз, мұрнымен. Ақырындап шығарыңыз. Тағы да бір терең дем алыңыз. Тағы да шығарыңыз. Тағы да бір терең дем алыңыз да, демді ұстап қалыңыз. Бірінші секундқа. Сөйтіп босатыңыз. Жіберіңіз. Еркін босатыңыз, иә? Басыңызды босатыңыз. Беттің бұлшық еттерін босатыңыз. Шашыңызды босатыңыз. Ойша да, еркін. Мойныңызды босатыңыз. Иықты босатыңыз. Қолдың бұлшық еттерін босатыңыз. Қолдың ұшына дейін босатыңыз, жіберіңіз. Омыртқаны босатыңыз. Яғни зейін аударасыз, просто жібересіз. Мойын омыртқа, кеуде омыртқа, бел омыртқаны. Аяғыңыздың бұлшық еттерін босатыңыз. Қазір қалай сезіліп жатыр жүрегіңізде? Тыныштық, спокойствие. Иә, тыныштық. Тамаша. Бір терең дем алыңыз да. Бір шығарып тастаңыз. Менің артынан просто қайталаңыз. Менің есімім Ақмарал. Менің есімім Ақмарал. Мен осындамын. Мен осындамын. Мен осында емеспін. Мен осында емеспін. Зейініңізді неге аударыңыз? Басыңызға. Тамағыңызға аударыңыз. Вот. Енді осы жақын арада болған өзіңіздің жаңағы ойлар, тревожный состояниелерді еске түсіріңіз. Жақында бір аптаның ішінде болғанда. Сөйтіңіз де соған сол ситуацияны қараңыз. Сол кезде сіздің денеңіздің қай жерінде или ойыңызда қай жерде пайда болды тревожность? Соны қараңыз. Қандай ситуацияда есіңізге түсіріңіз? Сіз үйдесіз, сырттасыз? Қайсы еске түсі бірінші? Разница жоқ, любой бір алыңыз. Көзіңіз жұмып отыр. Симптом да бола бере ма? Иә, бола береді. Арқамның қызғаны. Қай уақытта ол? Қай жерде болды? Үйде, сыртта? Үйде. Сіз қазір сол үйде, сол жердесіз, просто сыртыңыздан қарап тұрсыз да қазір. Сіз сырттан жаңағы өзіңіздің неңізді қызғанды сездіңіз. И в этот момент қандай ой пайда болды сізде?
Қызбастан бұрын ба, қызғаннан кейін ба? Қызғаннан кейін. Қызғаннан кейін Көзіңіз ой жұм, пайда болады. көзіңіз жұмыңыз, просто пока нені зейін басқа жаққа кетіп қалмасын да бізге. Арқам қызған кезде енді бұл тревоганың симптомы ғой деп Ой келді. әшейін қарадым. Солай қарадым. Сосын ол қызған қанша уақыт тұрды? Егер мен оған қадалып алсам, ол қызып тұра береді да. Егер ойымды басқа жаққа бөлсем, ол тоқтайды. Сол кезде не істедіңіз? Сол кезде орнымнан тұрып, мен іс-әрекетке көшемін да. Қимыл іс-әрекетке. Сол кезде не істедіңіз? Сол кезде мен досыма звондаймын, сөйлесем видеокамерамен. Видеокамерамен сөйлескенде несі төмендей бастады. Қай уақытқа, қанша уақыт тұрды ол? Қанша уақыт екенін уже есімнен шығады ол кезде. Сіз уже сөйлесіп біткен кезде ол тоқтады ма? Тоқтады. Тамаша. Так, енді қараңыз. Сіз сол қызған жерді сіз өте жақсы білесіз, сезіп тұрсыз, мысалға айта алды. Сол жерге қараңызшы, қандай образ көріп тұрсыз? Образ? Просто қалай сезініп тұрсыз сол қызған жерді? Көз ашпаңыз, просто жұмып қайта наоборот сезініңіз, ощущение. Сыртқа қарамай қойыңыз да, зейін кетіп қалады просто. Қызат екі жауырынның. Все, хорошо, смотрите. Көз жұмып тұрыңыз, иә, екі жауырынды просто сезініңіз. И просто терең дем алыңыз да, мына екі жауырынның ортасында қызған нәрсені ойша алыңыз да, терең дем алыңыз да, фу деп шығарыңыз сыртқа қарай. И прям жеңілдігін сезінесіз. Қалай отыр? Иә. Енді қараңыз, алдыға шыққан жерде қандай энергия шықты көріңізші, формасы қандай, образы қандай шыққан энергияның? Фу деген кезде ма? Иә. Осы мен қазір сөйтіп істесем, уже шынымен де кетіп қалады деген ой пайда болды. Ой пайда болды. Тамаша. Енді қараңыз, қайтадан терең дем алыңыз да, тағы да бір рет тазалаңыз. Фу деп шығарған кезде просто энергияны сразу алыңыз да, қатырып қойыңыз да, шыққан энергияны алдыңызға. Сразу қатырып қойыңыз. И айтыңыз, мен жаратушының маған берген құқымен, жаратушының маған берген құқымен осы энергияны жаратушының құзырына жібере аламын. Жаратушының құзырына жібере аламын. И прямо ана тұрған қатып қалған энергияны жоғары жаққа жаратушыға жіберіңіз да. И қазір қалай сезіледі денеде? Жеңілдік бар ма? Жеңілдік бар ма? Иә. Деп тағы бір терең дем алыңыз да, жайлап деп босатыңыз дененің бәрін. И ана босаған орынға нені толтырғыңыз келеді? Қандай? Жаңа энергия. Жаңа энергия. Тамаша. И төбеңізден осы жаңа таптаза энергия сіздің жаңағы босаған орынға жаратушыдан құйылып жатыр да. И сіздің денеңізге таралып жатыр. И осының рахатын сезініңіз. Басыңызға құйылды, кеудеңізге құйылды, жаңағы жауырынның екі ортасына құйылды, қолыңызға, аяғыңызға берілді. Қалай сезіп жатсыз осы энергияны? Жақсы. Тамаша.
қазір мен үшке дейін санаймын, сосын көзіңізді ашасыз. 1, отырған жерді сезе бастадыңыз. 2, ауаны сезе бастадыңыз. 3 дегенде көзіңізді ашасыз. 3. Мгм. То есть, қараңыз, қазір біз не істедік? Ощущение қалай болды? То есть, қазір мен просто сізді сезуді үйретіп жатырмын да. Сезуді Мгм. және соны басқаруды. Біздің үлкен проблема, біздің зейінді көп адам басқара алмайды. Логиканы басқарсы келеді, ол логиканы басқара алмайды. Логикамен ол бетін ол бірінші мынаны түбін бітіргеннен кейін сосын логикаға көшу болады. То есть этаппен жұмыс істеу керек та. То есть, вот осы мәселеде сізде проблема бар. В принципе, энергияны сезе аласыз, представлять ете аласыз. Кейбіреулер оны да сезе алмайды. Ол кезде мен уже оны ұзақ уақыт керек болады да үйретуге. Мгм. Ағай, сосын менде мынандай бір не пайда болды да. Өзімнен өзім мысалы чай ішіп отырамын да. Чай ішіп отырамын, и андай маған бір ой келеді ғой. Мысалы андай ойға кетіп қаламын или ой келеді да. Ойланып кетесің ғой енді. Сол кезде мен аламын да, қолыммен аламын да, мындай. Сол ойды типа лақтырып жатқандай деп осындай бір әрекеттім шығыпты ше. Болады ол, иә. То есть ол Типа мен жаңағы егер осы ойлаған ойымды мындай осындай іс әрекетпен былай лақтырсам, ана ой кетеді деген менде бір білмеймін, сондай пайда болды ше. оны мен оны шыққанда тиктоктан көрмедім, бірақ маған мамам айтқанда бір әйел жаман ауру болып ауырған екен. Сол кезде тоже енді депрессия ойға түсіп кетеді екен да, и сол әйел типа жаман ойларын миынан шығару үшін сөйтіп жаңағы өзі миын ашып, өзі операция істеп, сөйтіп жазылып кеткен дейді да. Бұрын айтқан сондай бір оқиғаны да. И почему-то маған ой келсе, мен ойлар кетіңдерші деген сияқты бір осындай жасайтын болыппын ше өзім иногда. Аламын да былай не қыламын, как будто анау ойларды алып лақтырып жатқан сияқты боламын да мусоркаға. Иә, дұрыс, ол да дұрыс нәрсе ма? Нормально, потому что сіз уже механически істеуге болады. Оны просто механически емес, ойша да істеуге болады да, мысалы. И бұл енді просто қараңыз. Бұл қай уақытта керек? На данный момент сіз істеп жатқаныңыз енді өзіңіз естіген бойынша істеп жатсыз. Бұл үшін просто опять же салдарымен күресіп жатсыз да, уже пайда болған ойдың ше. Оны бірінші себебін алып барып істесеңіз, ол намного эффективно болады. То есть мияқтан пайда болатын себептер болады. Ол уже энергетикалық түрде, не түрде оны алу керек болады сеанста. Сондықтан енді бұның себебі жаңағы бірнешеде жаратылуы мүмкін да. Мысалы қазір айтыңызшы, менің артыма қайталап. Былай деңіз. Менің есімім Ақмарал. Менің есімім Ақмарал. Менің осы неге байланысты реакциям, осы ситуацияға байланысты реакциям. Осы ситуацияға байланысты реакциям. Басымда орналасқан. Басымда орналасқан. Кеудемде орналасқан. Кеудемде орналасқан. Төменгі бөлігімде орналасқан. Төменгі бөлімде орналасқан. Тағы да басымда орналасқан. Басымда орналасқан. Кеудемде орналасқан. Төменгі бөлікте орналасқан. Төменгі бөлікте орналасқан. Қазіргі реакцияның негізгі сол бас жақтан шығып жатыр да сізде. То есть бұл энергетикалық түрдегі орналасуы. Енді просто соны ұстап отырып, басыңызды ұстаңыз, иә? Айтыңыз. Басым ауырып тұр что-то. Қанша басыңыз қазір ауырып тұр? Мен өзі кішкентайдан мигренім бар да, сол либо мигрень ұстайды, либо давлением төмен да. Мен сол үшін андай давление өлшейтін мен определить ете аламын да. Давлением түссе, значит басым ауырды. Егер не қылмаса, бір бастың жартысы ауыртса, онда сақинаны ұстады деген сөз ғой. Қазір қайсысы? Қазір ойлаймын, сол давлением түсті ау деп. Өйткені мигреньде ол тек бастың жартысы ғана солқылдап ауырады да. Тамаша. Бүгін қашан басталды? Жаңа кеште басталды. Получается, сіздің қазір давление түсіп кетті?
сондай болу керек, иә. Тамаша. Қазір қараңыз. Просто көзіңіз жұмыңыз, басыңызға зейін аударыңыз. Ауырып тұрған жерге, басыңыздың ауырып тұрған жеріне аударыңыз. Басыңыздың қай бөлігі ауырып тұр қазір? Мына жақ қой. Все хорошо, сол жерге зейін аударыңыз. Иә. Иә, соны просто зейін, назар аударып тұра беріңіз қазір. Босатады. Зейінді кетіп қалып қайта алып келесіз, қайта босайсыз. Желке жағыңызды босатыңыз. Қатты ұстамаңыз, босатыңыз. Терең демалыңыз, қайтып шығарыңыз. Жібере бастады ма кішкене бас? Нормально, иә. То есть қараңыз, просто сіздің зейініңіздің шоғырландырған кезде ол жерде процесс басталады да, сізге қажетті эффектін береді да. Көп адам оны жұмыс істей алмайды. Оны мен мысалы клиенттеріме сол нәрсені үйретемін, өзін көмектесуді, қалай бұл нәрсемен шығуды. Бұның енді түрлі әдістері бар. Сондықтан поэтапно, иә, мына мәселеде бірінші мына нәрсені кішкене тоқтату керек. Бұл нәрсе не деп аталады сонда? Энергетика. Ғылыми тілде айтқанда. Психоэнергетика ол. Психоэнергетика. То есть сіз жаңағы зейінмен энергияны басқара білу. Джо Диспенза айтып жүрген жаңағы мынау көптеген нелер айтып жүрген мәселеде Джо Диспенза осының көмегімен өзінің жаңағы 5 жерден сынып кеткен омыртқасын орнына келтірген де. Түсініп тұрсыз ба? Қазір бүкіл дүниежүзі бойынша сабақ береді, осы нәрсені үйретеді, зейінмен қалай өзгерту керек, медитациямен қалай өзін дұрыстау керек деген сияқты. Сосын ағайын, мысалы адамның ойы өзіне бағына ма, бағынбай ма? То есть, смотрите, ой негізінде, когда сен тревожный болған кезде ойды бағындыра алмайсың. Сен когда спокойно болғанда ойдың өзі де андай анша келе бермейді. Келген нәрселер сен сразу қайтара аласың. Яғни оны басқаруға болады, когда сен спокойно болғанда. Спокойно болу үшін, ол үшін арнайы жаттығулар керек, сеанстар керек, для того, что бірінші тревожность себебін алу керек. Потом жаңа жүрек несіне түсу керек, сосын барып қана нәтижесін береді. Былайша айтқанда сіздік сияқты нәрселер адамдар, бұл бойынша көптеген адамдар келіп жатыр, ол нәрсені емдеуге болады. Бірақ уақыт керек. Минимум жаңағы сіздің деңгейіңізде енді бір 2-3 ай жұмыс жасау керек. Тревожный депрессивный расстройствода айтады ғой, көп адамдар енді білмейді ғой, бірақ айтады да, жақсы ойла, жақсы ойласаң жақсы болады, жаман ойласаң жаман ойлайды деп андай ақыл айта бастайды ғой. Мен сол кезде бұларға айтамын да адамдарға. Сен жақсы ойлағың келеді, сен жақсы көңілді өмір сүргің келеді, бірақ ол сен ауырып тұрғанда ол мүмкін емес деймін да. Мысалы, сендер соны түсінбейсіңдер деп айтамын да, мысалы. Оны істей алмайды. Иә, ол ой өзі келеді. Мен жаман ойлайын, ойға батайын деп өзімді притыкқа тығып жатқан жоқпын деймін да, мысалы. Оның жаңағы қараңыз, ол сіз құр сөзбен ол ештеңе шешілмейді. Иә, түсініп тұрсыз ба? Бұл жерде арнайы сонымен жұмыс істейтін методикалар бар. Түсініп тұрсыз ба? Сол кезде сіз басқара аласыз. Оған дейін сіз оны басқара алмайсыз никак. Сондықтан егер мен ертең анализ жасап жіберемін сізге. Жалпы на данный момент пока былайша айтқан кезде дәрінің көмегімен мынандай болып жүрсіз, кішкене жақсы болып қалдыңыз. Осы ресурсты пайдаланып, қазір уже шығып алуыңыз керек та сіздің. Сіз имиджіспен жұмыс істейсіз, басқамен жұмыс істейсіз ба? Вопрос мынандай, бірінші нәрселерді тоқтату керек, екінші өзіңіз методикасын үйренуіңіз керек. Потому что мен клиенттерге соны үйретемін. Себебі бұнсыз сен әр уақытта психологқа зависим боласың.
түсініп тұрсыз ба? Мгм. Психолог немесе психотерапевт немесе психоэнергетик адамға. Оны үйренгеннен кейін уже соны жаңа бір қалай зависимый боламын? мысалға, смотрите, допустим, көп психологтарға барған кезде, жаңағы несін сеанспен несімен осының бәрін не алады, бірақ енді өзіне өзіне көмектесу келген кезде методиканы психологтың өзі де білмейді оны қалай істейтінін, түсініп тұрсыз ба? Адам өзімен өзі істей болатындай арнайы методикалар бар. Вот солар нәрсені үйрету керек. Мен мысалы қазір сізге бір несін көрсеттім ғой, даже бас ауырудың несін кішкене босатуға болады. Даже мысалы мынау күйді өзгертуге болады. Бұл арнайы методикалар. Бұны мысалы ретімен үйретпесе жүйелі түрде, ол адам көп нәрсені түсіне бермейді, потому что мынау логика кіргізбейді оны ештеңе. Ал ол үшін уақыт керек, түсініп тұрсыз ба? Жаңағы майысып тұрған ағашты түзету үшін уақыт керек та. Себебі риск миясы сындырып жібереміз. Қалай, менің көмегім қажет па сізге? Осындай техникалар арқылы сонда шығады бұл состояниеда. То есть бірінші техникамен, ол техниканы, допустим, мен сізге жасап, бірінші ресурсқа келтіріп алуымыз керек, бірінші этапта. Екінші этапта логикаға сол мәселені түсіндіру керек. Бұл аспаннан келіп жатқан нәрсе емес, бұл определенный психология, физиология, нейрофизиологияға байланысты нәрселер. Ол нәрсені мысалы айталық көп жерде бермейді. Психологқа барасыз, определенный нәрселер жасайды, дүниетанымдық көзқарасты опять орнатпайды. Себебі сіздің ауырып отқаныңыз қазір, сіз мынаның арасындағы байланыстарды түсінбей тұрсыз да. Түсініп тұрсыз ба? Но бірақ сізге қазір жаратушы мүмкіндік беріп тұр. Қандай? Осы ауыру арқылы сен даже ойыңа да қожайын бола алмайсың. Эмоцияңа да қожайын бола алмайсың. Саған жаңағы өзің создавать еткен нәрселер сізге қожайын болып кетті да. Түсініп тұрсыз ба? Ақыр заманның белгілері деген сияқты. Жаңағы адамның өзінің жаратқан нәрсесі өзіне қожайын болады деген осы. То есть осы мәселеде сізге мүмкіндік беріп тұр. Осыны шешсең, сен өзіңнің состояниемен күйіңді, өміріңді басқара аласың. Бұны үйренбей өтіп кетуің де мүмкін, үйреніп ары қарай осы нәрсені жаратуыңа да болады. Соответственно, соған байланысты мысалы сізге көмектесетін адамдарды жібереді. Вопрос сіздің логикаңызды таңдай ма, таңдамай ма? Менің жағдайымда мен қанша уақытта мен мысалы осы тревожно-депрессивный состояниедан шығып кете аламын? Қараңыз, бірінші мәселеде сіз диагностиканы ертең жасайсыз ба? Мен ертең сізге жазып жіберемін, потому что біраз нәрселер бар. Сізде жаңа мигрения бар, не бар, жалпы жаңағы мен ар жағын әлі сұраған жоқпын. Себебі бұл жерде травматический нәрселер болуы мүмкін да. Кішкентай кездегі жалпы ата тектен келе жатқан нәрселер, оның бәрі сеанста шығады.